Аманат партиясының депутаттық фракция мүшесі Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының білім және азаматтық қоғам туралы ғылымның басқарма басшысы Бекбол Батыржанұлын шақырдық. Олай болса, Бекбол мырзаны қарсы салайық. Қонағымызды. Қош келдіңіз, жайғасыңыз. Қош келдіңіз, жайғасыңыз. Қош көрдік. Қуаныштымыз. Жақынырақ отырыңыз бізге. Иә. Біз жемейміз ешкімді десе. Қалыңыз қалай, таңыңыз қалай? Жақсы, қайырлы таң, қазақ елі, қайырлы таң. Бүгін енді сондай бір жақсы сәтке түсіп отырмын. Бүгін қателеспесем, халықаралық рахмет айту күні екен. Осы бағдарламаға шақырған, осы студияға шақырған ең біріншіден сіздерге рахмет. Осы бағдарламаны көріп отырған қазақ еліне рахмет. Өзіңіз депутатсыз, иә? Депутаттың таң қалай атады? Бізге қызық. Қаншада тұрасыздар? Жұмыстарыңыз қиын емес пе? Жұмыс енді оңай деп айта алмаймын, бірақ енді бүтіндей халықтың артқан аманатын арқалап жүру оңай емес анық. Енді соған былайша айтқанда біз талпынып жұмыс жасауымыз керек. Өйткені бүтіндей жұртшылық бізге үлкен үміт артып отыр. Халықтың қалаулысы етіп. Енді былайша айтқанда халықтың қалаулысы дегеніміз, депутат дегеніміз бұл енді мемлекетпен халықтың ортасын жалғап тұратын адам ғой. Көпір десек болады. Көпір десек болады, дұрыс айтасыздар. Сондықтан да енді алға қойған мақсаттарымыз, жұмыстарымыз өте үлкен. Себебі артымызда өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ бар. Оларға бағыт бағдар көрсетуіміз керек. Аянбай жұмыс жасауымыз керек деп есептеймін. Өздеріңіз сияқты... Демек, ұйқы жоқ десеңші? Ұйқы жоқ. Жұмыс қиын десеңші? Ұйықтайтын уақыты жоқ. Енді ұйықтайтын да заман емес. Енді өмірде біз бір-бірімізді ренжітіп қойсақ, кешіріп жатамыз. Өмірде бір нәрсе кешірмейді, ол уақыт. Сондықтан да әрбір уақытымызды, әрбір минутымызды тиімді пайдалансақ, елімізді әлі де алдыға қарай дамытатынымызға осындай кәміл сенемін. Тамаша. Енді Бекбол мырза, өзіңіз ғылым саласында қызмет етесіз. Жалпы қазір Қазақстанның ғылым дамуы қалай болып жатыр қазір? Енді жалпы ғылым бұл бүтіндей бір мемлекетті көтеретін дүние ғой. Басқа да осы бір дамыған мемлекеттердің тәжірибесіне сүйене келсек те, қаншама мықты дамыған мемлекеттердің өзі осы ғылымның арқасында алға қарай қадам басып келе жатыр. Оның ішінде біз де бармыз. Қазіргі таңда енді мына осы ғылым және технологиялық саясатқа бірқатар ұсыныстарды біз бердік, өзгертулерді де. Болашақта осы берген ұсыныстарымыз жүзеге асып жатса, алға қойған үлкен мақсаттарымыз бар. Күні кеше енді жаңа сөз басында өздеріңіз айтып кеттіңіздер ғой. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатында бірқатар осы елімізге қатысты түйткілді мәселелерді көтерді. Енді оның бәрін қайталап айтудың қажеті жоқ шығар. Барлықтарыңыз оқыдыңыздар. Соның ішінде міне атомды электр станцияны туралы жаңағында айтып кетті. Оны болашақта осы халықтың арасына референдум өткізіп, содан кейін барып осыны жүзеге асырамыз деген сияқты. Осы бойынша да енді Қазақстан Республикасы президент жанында ұлттық ғылым академиясы да құрып жатқан жоқ. Мемлекет басшысының әрбір сұхбаты, әрбір жолдау ол бізге берілген тапсырма деп білеміз. Сол тапсырманы жүзеге асыру барысында бүгінгі таңда ұлттық ғылым академиясы эксперттермен бірге форсайттық зерттеулер жүргізуде. Жалпы енді форсайттық зерттеу дегеніміз не? Ол алдын ала болжау. 20 жылға, 10 жылға, мысалға түйткілді мәселе деп көп нәрселерді айтуға болады. Су тапшылығы, энергия тапшылығы деген сияқты, экологияның бұзылуы, басқа да мәселелер көп қой бізде. Жолдың кептелісі деген сияқты. Сол осындай түйткілді мәселелерді алдын ала болжау. Болашақта жаңағыдай бұның шешімі қалай болады? Болашақта бұны біз осындай бір проблемадан қалай құтыламыз? Қандай да бір болжам бар ма 2024-ке? Жұмыс өте көп. Біз енді нақты мынау деп айта алмаймыз. Енді кнопканы басып ертең күні бәрі жақсы болып кетеді деген дүние емес. Енді мемлекет басшысы да осы халықтың арасында үлкен референдум өткізді ғой. 5 күні референдум өтіп, 6 күні бәрі керемет болып кетеді деген дүние емес қой. Сондықтан да оны енді болжап айту өте қиын. Бірақ жалпы енді алдыға қойған мақсаттарымыз, айқын осындай жоспарларымыз бар. Соны жүзеге асыру үшін енді аянбай еңбек етуіміз керек. Ол бойынша да енді мемлекет басшысының берген тапсырмалары бар.
Сол бойынша да қазіргі таңда мына арнайы жұмыс топтарын құрдық. Енді бір-екеуіне тоқталып кетсем, жаңағыдай жолдауда да айтты, біз мына енді мына мусоропереработка дейді ғой, мына күл-қоқыстармен жаңағыдай күресуіміз керек, оларды қайтадан қайта өңдеп шығаруымыз керек деген. Ол бойынша да біз қазіргі таңда президент жанында ұлттық ғылым академиясынан арнайы жұмыс тобы құрылды. Ғалымдарымыз жаңағыдай осы бойынша да жұмыс жасап жатыр. Енді ол мәселені қазірден бастап біз енді қолға алмасақ, бүтіндей қаламыз, өңірлеріміз үлкен полигонға айналып кетуі мүмкін. Дұрыс айтасыз. Сондықтан да енді осы бойынша тек қана осы Алматы қаласында емес, өңірлерді біз аралап көрдік, өңірдегі мәселелерді көрдік. Қаншама заводтардың, сол заводтардан бөлініп жатқан жаңағыдай қалдықтар, соларды қайта өңдеу бойынша мемлекет басшысы осы мәселелердің бәрін толықтай қолдайтындығын айтты. Енді тек қана жұмыс бұл жерде. Тамаша. Енді біздің Қазақстаннан қандай да бір жаңалықтар, стартаптар шығу мүмкін бе осы жылы? Әлемге танылатындай бір сондай деңгейде. Енді әлемге танылып жатқан жаңалықтарымыз да, осындай мықты жобаларымыз да бар, жоқ емес. Цифровизация жағынан да, былайша айтқанда, СНГ елдерінің арасында негізінде біз бірінші орында отырмыз. Басқа да, сондықтан да енді оны мақтанып айтатын дүниелер көп. Енді осы жақын арада ұлттық ғылым академиясы үлкен осындай жобаларды жаңағындай көрсетілімге алып шығады, дайындап. Қазір үлкен бір соның бір проектісін жасап жатырмыз. Оны алдағы уақытта көре жатарсыздар. Одан да басқа жаңағындай алға қойған мақсаттарымыз бар. Енді қазір таңда енді жаңадан бір велосипед ойлап табуға бізде уақыт жоқ расында. Қазір енді мына заман дамып жатыр ғой. Күннен күнге, жылдан жылға. Сондықтан да басқа дамыған мемлекеттердің жаңағыдай осы мықты технологияларын трансфер жасау арқылы біздің мемлекетімізге соны осында алып келуіміз керек. Қаншама біздің білікті ғалымдарымызда, шетелде жүрген ғалымдарымыз бар, өзіміздің қазақтың қара-домалақ балалары. Жаңағыдай сол жастарымызды қайтадан шақырып, оларға жаңағыдай мүмкіндік жасап, қайтарып алуымыз керек. Қайтарып алуымыз керек. Қайткен күннің өзінде де олардың жаңағыдай білімін алып, ғылымын алып, елімізге бір пайдасын тигізуіміз керек. Жалпы жастардың қазір ғылымға деген көзқарасы қандай, құлшынысы қандай, жалпы қызыға ма? Жастар өте қатты қызығады. Енді мемлекет басшысының өзі де жолдауда айтты ғой, бізге қазіргі таңда ұрандататын жастар емес, көз ашық, көкірек ояу, қолынан іс келетін жастар керек деп. Енді былайша айтқанда лозунга ететін заман өтті. Қазіргі таңда осындай білікті жастарға қатты осындай мүмкіндіктер беріп жатыр. Оларды жаңағындай мотивациялау үшін де арнайы жаңағындай бағдарламалар да беріп жатыр. Жаңағындай жеңілдетілген пәтер деген сияқты ғалымдарымызға көптеген грант қаржыландыру. Енді көп адамдар оны біле білмейді. Біз енді мына осы ғылымның басы қасында жүргендіктен жалпы осындай жобаларға өте үлкен гранттар бөліп жатыр. Жастардың жаңа айналысуына. Бүгінгі таңда мына президент жанында ұлттық ғылым академиясының жанынан жастардың осындай тобы құрылды, жұмыс тобы. Оның ішінде бір 1000-ға жуық жастарымыз бар, білікті ғалымдар. Әр сала бойынша, сол салалар бойынша жұмыс жасап жатқан білікті жастарымыз бар. Сол жастарымызбен бүгінгі таңда үлкен жұмыстар атқару үстіндеміз. Арнайы жаңағындай сол жастарымызбен бірігіп, мемлекет басшысына үлкен қарар дайындадық. Қандай мәселелер бар жастардың арасында, не жетіспейді деген сияқты. Міне күні кеше өздеріңіз көрдіңіздер, ғылым және жоғары білім министрлігі мен отбасы банк бірігіп, қазір таңда жастарға жеңілдетілген пәтер таратып жатыр. 5%-мен. Ол да үлкен мотивация бар. Әрине, ол деген бір жеңілдік. Осындай түйткілді мәселелерді біз әлі де көтереміз, бұнымен тоқтамаймыз. Өйткені жаңа айтып кеттім ғой, сыртта жүрген жас ғалымдарымызды біз елге қайтаруымыз керек. Осындай мотивация беру арқылы, жалақысын көтеру арқылы. Енді бірден бір дәлел өзіміз, мына ұлттық ғылым академиясында өңкей жастар істейміз. Басым бөлігі, мына 80-ге жуық пайыз жастар. Мемлекет басшысы бізге үлкен сенім артып отыр. Сол сенімге лайықты болайық. Бәрекелі. Ғылым академиясының қандай жоспары бар алда? Ең басты бұл енді жоспарымыздың бірі мемлекет басшысының қойған тапсырмаларын орындап шығу. Одан бөлек енді осы өзіміз мына оңтүстік шаһарда тұрғандықтан Алматы қаласының әкімі бізге үлкен ұсыныспен келген болатын қалалық ғылым бойынша. Осы 2023 жылдың мамыр айынан бастап біз енді осы ғалымдардың арасында, білікті мамандардың арасында үлкен сауалнама жүргізіп, 100-ге жуық жоба жинадық.
осы Алматы қаласына пайдасы тиетін. Соның ішінде іріктелініп 11-ге жуығын Ерболат Асқарбекұлы қолдап, алдағы уақытта жаңағыдай мәслихатқа осыны алып шығамын деп отыр. Енді ары қарай осы жобаларды жүзеге асырсақ, ол нұр үстіне нұр болар еді. Енді қысқаша тоқталып кетейін сол жобаларға. Мына енді өздеріңіз жақсы білесіздер, бізде мына жылу электростанциялары бар. Сол жақта ТЭЦ-2 деп жатыр, ТЭЦ-1. Бір ғана ТЭЦ-2-нің өзінде қазіргі таңда 100 миллионға жуық тонна күл жатыр екен. Оны ол жаңағы күлдерден мысалға қазіргі таңда әртүрлі материалдар жасап шығаруға болады екен. Сол сияқты мысалға электр қуаты, жаңағындай сондай бір үлкен жобалар келді бізге. Мына жақтан жаңағындай 30 киловатт алып, сыртқа 100 киловатт қып шығаратын сондай бір жаңағындай трансформаторлар жасаған изобретательдеріміз бар екен. Ондайда адамдармен қазір таңда біз тесно жұмыс жасап жатырмыз. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер ғой, қаламызға, жалпы республикамызға сырттан электр көліктер кіріп жатыр. Оларды да енді былайша айтқанда қуаттайтын станция керек. Ол бізде енді қазір таңда елімізде, жалпы Алматы қаласында өте аз. Бар болған күннің өзінде де, мысалға, оның зарядтау уақыты 6 сағат пен 8 сағатты құрайды екен. Ол өте үлкен уақыт. Болмаса жаңағындай енді тез зарядтайтын оборудованияларды қою үшін де жаңағыдай оның қаражаты көп деген сияқты. Сондықтан да осы бойынша да біз енді мәслихат депутаттар ретінде мәжіліске ұсыныс беріп, бұл арнайы кәдімгідей заңда қабылданды. Болашақта енді осындай жобаларды жаңағыдай қаламызда көбейту, олар еш қиындықсыз, тек қана осы қалада ғана емес, екі қаланың ортасын қатынайтын жолдарға жаңағыдай сондай станцияларды жасау, осындай жоспарымыз бар. Шынында да уақыттарыңыз жетеді. Қаншама жұмыстың басын қайырып жатырсыздар, қаншама еңбек, қаншама жылдар керек болған. Көп рахмет. Ал істеріңізге береке тілейміз, сәттілік.